күн қалдарыңызға сырникидің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, дәл видеодағыдай істесеңіздер керемет болып шығатын сырники. Осы сырникиде мен 4 столовый ложка қосуым керек, 3 қостым, негізі 4 қосасыздар. Сосын кейін манная крупадан 1 столовый ложка ол дұрыс. Жұмыртқаны 2 қосу керек екен. Бірақ сонда да видеодағыдай істесеңіздер керемет болып шықты. Тек ұнды 4 столовый ложка қоссаңыздар, өте керемет болады екен. Өте тамаша болып пісті. Содан кейін қатырып қоюға да болады, или бұлайынан істеп атып сразу қуырсаңыздар болады. Онда сразу 2-3 істеп сразу табамызға қуыра бастаймыз. Содан кейін мына бір творогымыз сухой, рассыпчатый болса, онда сіздер блендермен не дейсіздер, жұмыртқамен араластырып алған кейін ортасы кібіртік болмау үшін. Ал егер де нетсеңіздер, андай сухой қолыңызбен сыққан кезде бір-біріне жабысып нетіп тұрса, онда вилкамен араластырып пісіре бересіздер. Желательно творогты сүзбені құрғақ сондайын алсаңыздар өте тамаша болады. Блендермен осылай неземіз. Неге сүзбелі бәріш жасаймыз ғой, сонда творогпен істейміз ғой. Сол кезде сондай қылып езесіздер осылайынан өте тамаша болады. Істеп көрсеңіздер болады. Істеп көріңіздер. Бірақ желательно мен осылай блендермен езіп алуды ұсынамын. Сырникидің творогы әдемі болып, кібіртік ортасында жүрмей үшін. Енді ұнымыз саламыз. Өшіде ұн салған кезде мен 3 қасық салдым ғой. Одан кейін пісіріп атқанда 1 қасық қостым. 4 қасық ұн қосқан дұрыс екен. Енді маннайды саламыз. Манная крупаны салған кезде 1,5 қасық қып салсаңыздар болады. Мен 1 қасық қып салдым. Содан кейін қасықпен араластырып алып, одан кейін блендермен тағы еземіз. 3 жұмыртқа қостым жаңа сүзбемізге. Осылайна тағына езіп аламыз. Міне енді осындай домалақ ұнымыз сеуіп, осылай нетіп аламыз, асты жабыспау үшін. Содан кейін қасықпен 1 қасық қып алып отырамыз, үлкен қасықпен. Сонда формалары бәрі бірдей болады. Өлшеу үстінде керек жоқ. Астына қанша грамм сүзбе, қанша грамм алақанымызға істеп аламыз, қанша грамм сүзбе, соны жазып өтем астына. Негізі 300 грамм творогпен істеуге болады. Мен 600 грамм творогпен істедім. Осылайдан домалақ қып істеп аламыз. Міне осылайдан басамыз. Кішкене қалыңдау қылып істесеңіздер де болады. Мен жұқалау қылып солай орташа қылып істедім. Осылайынан тізіп алсаңыздар болады. 3-4 майды қойып содан кейін майға
сразу осындай май қосамыз. Сливочный немесе маргарин. Сонда сырники қуырылған кезде дәмдірек болады. Бетін жауып қоямыз. Қайтадан жауымыз аударғаннан кейін. Міне пісті. Енді тәрелкемізге салып аламыз. Өте тамаша. Міне екі жағы да осындай қып-қызыл болып пісті. Міне өте керемет. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Сырникіде мен ұнды 3 столовый ложка салдым. Негізі 4 столовый ложка салып, 1 столовый ложка манная крупа салсаңыздар дәмдірек болады екен. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Қуырған кезде не саламыз? Сливочный май етіп ертіп қуыруға болады. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видео түсіргенше қош сау болыңыздар.